8 наурыз халықаралық әйелдер күні. Осы күні біз аналарымыз бен апаларымызды, әйелдер мен қарындастарымызды құттықтаймыз. Бірақ осы мейрам қалай және қайдан пайда болғанын білмейміз. Видеоны бастамас бұрын қарындастарға айтарым, мен осы видеомен ешкімді ренжіткім келмейді. Бар болған осы күннің тарихын жеткізгім келеді. Ал осы видеоны көріп отырған жігіттерге айтарым, өз аналары мен қарындастарын тек 8 наурыз күні ғана емес, басқа күндерде де құрметтеңіз. Басқа күндері де гүл мен сыйлықты беріңіз. Олар осының бәріне міндетті түрде лайықты. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін 8 наурыз күнінің шын тарихын айтатын боламыз. Сендер 8 наурыз күні халықаралық мейрам деп ойлағанымен, оны 197 елдің 32-сі ғана тойлайды екен. Осы елдер арасында мейрамның шын тарихын біліп, және оны тойлайтын халық ол еврейлер. Осыдан 2480 жыл бұрын Персия елінде еврейлер өте көп болып кетті. Оларды өз елдеріне қайтарғысы келген Аман адмиралы Ксеркс патшасына осы жағдайды айтады. Ксеркс болса тынышсыз халықты өз еліне жойғысы келеді. Бірақ оның қасындағы Эсфир ханшайым бәрін естиді. Эсфир Ксеркстің әйелі және еврей халықтың қызы болып келеді екен. Ол Ксеркстің басын тез арада айналдырады. Егер сен мен жақсы көрсем, сен мен туған халқымды жақсы көру тиіссің деп айтады. Эсфирді қатты сүйген Ксеркс осыған көніп Эсфирге және оның ағасы Мардахейге не істегілерің келеді, істеңдер, мен өзімнің рұқсатын беремін деген. Сонда Эсфир патшаның таңбасын басып, осындай заң шығарады. Егер қандай болсын еврей біреуден зұлымдық көрсе, онда сол адам және оның отбасы мен достары заңды түрде өлім жазасына кесіледі, және оның байлығын сол зұлымдық көрген еврей алады, деп жазып сол бұйрықты 127 облысқа жіберген. Сол күннен бастап қан өзенде аққан. Аз күннің ішінде 75 мың парсы халқы жойылады. Ал Аман адмиралы, Эсфирдің басты жауы, өзінің еш кінәсі жоқ 10 баласымен дарға асылған. Тек Аман емес, барлық патшаға жақын және сенімді адамдар жойылды. Ал осы күн еврей халқында тойланатын болды. 8 наурыз күні дастарханға түрлі тағамдарды қояды. Ал осы самса тәрізді тағамды пісіріп, оны Аманның құлағы деп жеп қана қоймай, күлкінің астында қалдырады. Осы күнді Пурим немесе бостандық және жеңіс күні деп атайды. Ал Эсфирді әйелдердің арасындағы ең жоғары сатыдағы деп атап, осы күнді тойлатады. Қазіргі кезде 8 наурызды 1910 жылы Америка құрама штаттарында өздерін социалды феминисткалар деп атайтын бір топ әйел шығарды деп айтады. Олар әйелдерде де еркектердегідей құқықтары болу тиіс деп көтеріліске шығады. Сонда наурыздың бастапқы күндері әйелдер күні деп аталады. Бірақ осы әйелдерді көтерген ең басты феминистка Клара Цеткин оны біріккен ұлттар ұйымына дейін бәрі мойындау тиіс деп ұрандатады. Сонда Клара Цеткиннің таңдауымен осы күнді 8 наурызға әкеліп қояды. Неге десеңіз, Клара Цеткин еврей халқының қызы болғандықтан, оған 8 наурыз күні өте жақын, себебі ол осы күннің тарихын біледі. Ал біз болса, оны ойламай, мыңдаған адамдардың қанын төккен Эсфир мен феминистка Цеткиннің мейрамын жыл сайын тойлаймыз. Тек 8 наурыз ғана емес, 20 ақпан және тағы басқа мейрамдар тарихы осыған ұқсас. Оны басқа видеоларда айтамыз. Егер осы видео пайдалы болса, лайк басып достарына әлеуметтік желілерде таратыңыз. Және Пазл каналына жазылуды ұмытпаңыз. Ал егер осы қоңыраушаны бассаңыз, біздің жаңа видеоларды ешқашан өткізіп алмайсыз.